Достар, бүгін сіздерге уәде еткен престелген ірімшіктің рецебі дайын болды. Ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызға тарата отырыңыз. Бізге керегі қолдың 5 литр сүті, яғни 5 литр сүтімізді жақсылап отқа қойып қайнатамыз. Қайнаған сүтіміздің үстіне магазиннің немесе қолдың жарты литр айранын құятын боламыз. Айранымызды құйып, жақсылап сүтімізді араластырып, кейін үстіне жарты кесе шекер саламыз. Сүтімізді бір келкі болғанша араластырып, кейін отқа қойып, тағы да қайнататын боламыз. Дайын сүтімізді отқа қойып, қайнатқаннан кейін 5 минуттың аралығында сүтіміз осылай іритін болады. Іріп, сары суы бөлек шығады. Жақсылап араластырамыз. Кейін оттың астын жай ғана басып, 6-7 сағат аралығында қайнатамыз. Қараңыздаршы, осылай сары суы бөлек шығады. Ірімшігіміз осылай іртік-іртік болып тұрады. 6-7 сағат аралығында ірімшігімізді отқа қойғанда жабысып қалады деп алаңдамасаңыздар болады. Ешқандай жабыспайды. Арасында 1-2 сағат сайын 1-2 араластырып қойсаңыз жарайды. Сары суымыз сарқылғанша, ірімшігіміз түбінде қалғанша қайнататын боламыз. Қараңыздаршы, бұл ірімшігіміз 3 сағат өткеннен кейін ірімшігіміз азғанда сарғайып бастады. Көрдіңіздер ме? Уже комок-комок болып жиналып, ірімшігіміз сарғайып, суымыз азайды. Міне, бұл уже примерно 5 сағат өткеннен кейін ірімшігіміз түсі әдемі бола бастады. Суымыз өте аз қалды. Примерно 2 сағаттың ішінде ірімшігіміз дайын болады. Қыздар, қараңыздар, уже міне 6,5 сағаттай уақыт өтті. Ірімшігіміз сап-сары, золотисте түс болды. Бұдан да қызғылттау қаласаңыздар, тағы да жарты сағат осылай пісірсеңіздер болады. Кейін жаңа піскен ірімшігімізді 2 қабатталған осындай марлының үстіне түсіріп аламыз, астына шұңғыл ыдыс қойып. Ысылай саламыз, ысылай ірімшігімізді осы марлының үстіне жақсылап түсіріп аламыз барлығын. Қараңыздар қыздар, ірімшігіміздің барлығын марлыға түсіріп алғаннан кейін марлымыздың аузын жақсылап қатты етіп байлайтын боламыз. Ірімшігіміз бір-біріне жинақы, тығыз тұру үшін. Шашыраңқы болмауы керек, қатты етіп байлаймыз және абайлап ұстасаңыздар, ірімшігіміз өте қатты ыссы. Қыздар, қараңыздаршы, иісі керемет. Қазір ораза уақытында шайға дайындасаңыздар өте керемет, аудашарға, қонақтарға өте пайдалы. Қыздар, кейін осы шұңғыл ыдысымыздың үстіне осындай тесік-тесік бір табақ немесе мантаварканың асты сондайды қойып, ірімшігімізді осылай марлыны видеодағыдай бұраймыз. Кейін қарай төңкеріп, осылай тесік табағымыздың үстіне кейін қаратып, сығып қоятын боламыз. Біздің бойындағы сары судың барлығы астындағы шұңғыл ыдысқа ағып кетуі тиіс. Кейін үстіне тегіс тәрелкемізді қойып, үстіне 5 литрлік су немесе 1 чайник суды қойып, балконға 3 сағатқа қойып қойсаңыздар, ірімшігіміз дайын болады. Міне қыздар, біздің 3 сағатты уақытымыз өтті, ірімшігіміз дайын. Қараңыздаршы, өте тығыз, тап-тастай әп-әдемі болып шықты. Ақырындап марлымыздан ажыратып алатын боламыз. Қыздар, қараңыздаршы, керемет, дастарханға қойғанда өте дәмді, берекелі және өзгеше тағам деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем, өкінбейсіздер. Осымен үй жағдайындағы біздің ірімшігіміз дайын болды. Қараңыздар, 5 литр сүттен 1 килограмм ірімшік шықты. Базарда 1 килограмм ірімшіктің құны 2,5-3 теңгенің айналасы. Сіз 5 литр сүтті 1300 теңгеге алып, осындай ірімшік шығарып алсаңыз болады. Өте керемет, дастарханға қойсаңыз өте дәмді, пайдалы және өзгеше тағам. Әсіресе ораза айында.
Жақсы, өте тығыз болып шықты. Қыздар, кесуге ыңғайлы, дәмі өте жұмсақ. Осылай дайындап қойған ірімшігіңізді морозильникте сақтасаңыз болады. Ешқандай дәмін өзгертпейді. Қонақ келгенде 10-15 минут бұрын шығарсаңыз, жібіп дайын тұрады. Рецептім сіздерге пайдалы болса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.